Оқығым келмейді. Неге оқуға бере береді осы? Ата, жалаңаш жиылыс туындыңызды оқыдым. Арық қойдай тырысып, біреумен жолысқан жұртты көрдім. Абайша айтсақ, ызалы күлкі өзі де қайғы дейсіз ғой? Заман шындығы. Қалқам, моншаға келген адамдардың қойдай шулап, қозыдай маңырағанын оқыдым де. Ильяс Жансүгіровтің жалаңаш жиын шығармасы сынау ғана емес, жан айқайы. Ал монша әншейін нысан. Біз халық үшін қызмет етіп жүрміз деп, сол қызметін теріс пайдалану елге сіңген еңбек пе? Неге жұрт әділетсіздікке көз жұма қарайды? Моншада жиын өткізіп баяндама оқу деген қандай ақылға сыяды? Адамдардың алтын уақытын ұрлайтын, есеп үшін ғана жасалатын баяндамалар кімге қажет? Шығармадан түйгенім адам болып қалуы керек. Нағыз мұғалім сабақ емес, сана қалыптастырады. Нағыз дәрігер аурумен емес, үмітсіздікпен күреседі. Нағыз сот заң емес, арды таразылайды. Нағыз дизайнер сән емес, қоғам мен ұлттық мәдениетті құрметтейді. Ильяс Жансүгіров сатира арқылы күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкі болу өлім екенін түсіндіреді. Ақыры сол моншадағы жиында алқа да, бастық та, хатшы да болды. Бірақ жиналыс аяқсыз қалды. Неге? Білгіңіз келсе, сіз де оқыңыз.